Maslahat нужно. Көршіңнен лаң шықса, өзіңнен маза кетеді. Мұндағы айтпағым не? Кешегі Ресейде жарияланған мобилизация жайында. Мен сардарлы саясаткер емеспін, бірақ та мимен ұғып, жүрекпен сезгеннен кейін, әлеуметтік желілерден алған ақпараттар бойынша мазамның кетіп отырған анық. Мұның соңы не болады? Дерек көздеріне сүйенсек, осының алдында ғана Ресей азаматтарының біздің қазақ жеріне келген саны 500 миллионға жуықтаған. Ал мына мобилизациядан кейін Ресей азаматтарын Қазақстанға үдіре көшетіні сөзсіз. Депутаттарымыздың айтуы бойынша біз шекараны жаба алмайды екенбіз. Себебі біз кедендік одақтың мүшесі болғандықтан біздің ел шекараны жаба алмайды. Ал енді болашақ күніміз не болмақ? Онсыз да қымбатшылық қысып жатқанда, тісінің етін сорып әзер жүрген кейбір қазақ отбасылары, одан қала берді, ортан қолды өмір сүріп жатқан 90% қазақтардың күні не болады? Балаларымыздың болашағы не болады? Бұған тез арада бір шара қолдану керек деп ойлаймын. Мұны мен емес шешетін. Жоғарыда отырған үкімет басындағы отырған ат үстіндегі азаматтар, министрлер кабинеті, депутаттар тез арада бір мәмілеге келеді деген сенімдемін. Өйткені біздің елге тыныштық керек. Үйіп отырған тыныштығымызды Алла көп көрмесін деп тілейміз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Мен балаларымның болашағына, өзіміздің елдің болашағына алаңдаулымын.